Әскерилер ядролық сынақтар іс жүзінде адамдардың денсаулығына игі әсер етеді деп біздерді сендіргісі келеді. Бүгін бұл мемлекеттік қажеттілік екенін біз түсінеміз, бірақ мұндай жағдайда атомдық жарылыстардың қоршаған ортаға әсеріне нақты терең талдау жүргізілу керек. Ал оның нәтижелерімен халықты хабардар етуге тиіспіз. 1989 жыл мамырдың 30-ы Жоғары кеңестің Мәскеудегі пленарлық отырысында Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп, ядролық қаруды сынауға қатысты өзінің көзқарасын ашық білдірді. Сол кезде үйшілік әңгімені сыртқа шығарды. Кеңес одағының қорғаныс қабілетін төмендетті деп Назарбаевты жазғырушылар көп болды. Әрине, бұл мәлімдеме ядролық қаруды сынауды тоқтату керек деген талап емес еді. Бірақ мазмұны тұрғысынан қарасақ, өте батыл бастама болатын. Кейін көп ұзамай 1991 жылдың 29 тамызында Қазақстанда ядролық сынақтарға тыйым салған президент жарлығы шықты. Міне, содан бері 25 жыл өтті. Кеңес одағы ыдыраған тұста еліміз қуаты бойынша әлемде 4-ші саналатын ядролық арсеналдың мұрагері атанды. Бір мысал, егер салыстырып қарайтын болсақ, Ұлыбритания 296, Франция 512 және Қытайдағы 284 оқ тұмсықтарды қосалғанның өзінде де олар бәрібір біздікінен аз еді. Для того, чтобы отказаться от такого мощного потенциала, конечно, нужна была сильная политическая воля. Скажу откровенно, что часть нашего общества была подвержена соблазну сохранить ядерный статус. Потребовалось множество усилий, чтобы не поддаться на эти ложные искушения. 1949 жылдан бері Қазақстанда 456 ядролық сынақ өткізілді. Оның 116-сы ауада жасалды. Сол 1991 жылдың өзінде Семей полигонында 3 ядролық жарылыс өткізу жоспарланғанын қазір біреу білсе, біреу білмес. По оценкам специалистов, общее число граждан, потерпевших облучение, составляет до 500 тысяч человек. Еще несколько поколений казахстанцев будет ощущать на своем здоровье последствия тех губительных экспериментов. Казахстан и казахстанцы пострадали от ядерных испытаний, возможно, как никакая другая страна и народ в мире. Семей ядролық полигонының жабылғанына 25 жыл толуына орай Астанада өткен конференцияға қатысқан қауымның қарасы көп болды. Президент айтқан ұсыныстарды жеті күннің тілшісі Бағдат Бектұрғанқызы талдап көрді. 29 тамыз адамзат тарихындағы айтулы күн. Осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан президентінің жарлығымен жаһандағы ең ірі Семей полигоны жабылды. Біздің ел 4-ші ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартты. Бұл тарихи шешім жаһандық қауіпсіздік көшіндегі теңдессіз қадамдардың бастауы болды. Халқымыз тәуелсіздік таңы атар сәтте бейбітшілік жолын таңдайтынын барша әлемге паш етті. Бұл Қазақстанның жаһандық қауіпсіздік көшін бастаған теңдессіз қадамдарының бастауы еді. Біздің бейбіт бастамаларымыздың бәрі де әлем қауымдастығының жаппай қолдауына ие болды. Соның нәтижесінде Қазақстан жаһандық ядро қарусыз әлем қозғалысының көшбасшысына айналды. Қазақстан адамзат баласын тажал қаруынан бас тартуған деп келеді. Бұл жолғы форумда сол ізгі ниеттің бір көрінісі. Әлемнің 51 елінен келген танымал саясаткерлер мен ғалымдар жаһандық қауіпсіздікті сақтау жолындағы қазақстандық бастамаларды талқыға салды. Атом энергиясы 20-шы ғасырдағы ғылымның үлкен жетістігі, бірақ оны соғыс қаруына айналдыру адамзат тарихындағы ең үлкен қателік болды, деді елбасы. Қазақстан осы қасіретті жойып, бүгінгі және келешек ұрпақты тажал қаруынан құтқаруды көздейтіндігін айтты. Я убежден, что в 21 веке человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободу от ядерного оружия, спасти нас, наших детей и внуков. 40 жыл қырғын көрген елдің азабын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ел жүрегінде ядролық сынақтардың ізі жатыр. Қасиетті Семей өлкесі сұрапыл атоммен суарылды. 500 миллион адам зардап шекті. 465 жарылыс жасалса, оның 116-сы жер бетінде болған. Сол сынақтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 есеге көп. Өкінішке қарай бұл зұлматтың қасіреті бүгінмен шектелмейді. Әлі бірнеше ұрпақ азабын тартады. Нужно выработать реально работающий механизм применения жестких мер против обладания и распространения
ядерного оружия. Такие многосторонние соглашения необходимо утверждать резолюциями Совета Безопасности ООН. Казахстан добивается принятия в ООН Конвенции о полном всеобщем запрещении ядерного оружия. Ядролық сынақтарға толық тыйым салу жөніндегі шарт 1996 жылы Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясында қабылданған. Бұған 183 мемлекет қол қойды. 164 ел құжатты ратификациялады. Ал Қытай, Солтүстік Корея, Үндістан, Пәкістан, ақш, Иран, Израиль мен Мысыр қол қоймай отыр. Олар келіссе, құжат заңды күшіне енбек. Қауіпсіздік кеңесіне мүше елдердің үндеуіне қарамастан, ядролық қаруға ие кей мемлекеттер әлем тұтастығына қауіп төндіруде. Осы тұста Қазақстан ол қарудан бас тартуға болатынын көрсетті және өзгелерді де бейбітшілікте өмір сүруге шақыруда. Қазір осы идеяны насихаттауды кең көлемде жүргізуде. Келісімдерді құжатпен бекітудің мәні зор, алайда саяси шиеленістер кезінде сөзден секіріп қарумен сескендіріп отыратындар бар. Соның бірі Солтүстік Корея. Қазақтың басынан өткен жайттан сабақ алуымыз керек. Алайда Солтүстік Корея әлі күнге ядролық қаруды сынақтан өткізуін жалғастыруда. Ондай операцияның 4-еуін жасады, енді 5-шісіне дайындалуда. Бұл сондағы полигонға жақын тұратын халықтың денсаулығына қауіпті. Қазірдің өзінде олардың түрлі ауруға шалдыққандығы анықталған, бірақ оны көрмегендей түк білмейтін кейіп танытып отыр. Қазақстан мен Жапония зұлмат қарудың қасіретін жақсы түсінеді. Елбасының ядролық қарудан ада әлем құрудағы бастамасын ұдайы қолдап, үн қосатындығы сондықтан. Біз аталмыш қарудың зардабын шеккен ел ретінде Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құру бастамасын жақсы түсінеміз. Әсіресе Нұрсұлтан Назарбаевтың манифестін ерекше атап өткім келеді. Онда халықаралық қауіпсіздік үшін маңызды жайттар айтылды. Сондықтан бірге жұмыс жасап, жарылыс салдарын жоюға және ондай мәселенің енді туындамауына атсалысайық. Ширек ғасырда бейбітшілік пен ядролық қарусызданудың қазақстандық үлгісі жасалды. Елбасы әзірге бұл әлемдік тарихтағы бірегей мүмкіндік екенін баса айтты. Негізгі бағыттарды айқындап берді және осы тиімді модельді әлем елдеріне ұсына отырып, ядролық қарусыз әлем құрудағы тың пікірлерін ортаға салды. Всем ядерным державам надо приступить к переговорам о выработке всеобщего договора о сокращении ядерных вооружений. Четвертое. Международная правовая база ядерной безопасности в 21 веке укрепила свою основу. По инициативе Казахстана Генеральная ассамблея ООН приняла 7 декабря 2015 года впервые в истории человечества всеобщую декларацию о построении мира, свободного от ядерного оружия. Мемлекет басшысы ядролық арсеналды қысқартуды, сондай әскери күш-қуатқа ие болып отырған барлық мемлекеттердің қатысуымен көп жақты үдеріске айналдыру керек деді. Бұл ретте жүйелі тетік, көп тарапты саяси шешімдер қабылдау, халықаралық жоғары деңгейдегі сенімді қажет етеді. Қақтығыстарды болдырмау үшін жаңа халықаралық ұйымдар құру немесе қызмет етіп отырған ұйымдарды реформалау қажеттігін алға тартты. Сонымен қатар қарапайым қару түрлері мен әскери технологиялардың таралуына бақылауды күшейткен де орынды. На государствах, постоянных членах Совета Безопасности ООН, обладающих наибольшим арсеналом ядерного оружия, лежит особая ответственность перед всем миром. Вообще желательно было бы, чтобы они возглавили эту работу и сами с себя начали сокращение и уничтожение ядерного оружия. Иначе всем предлагать не обладать, не испытывать, а самим продолжать совершенствовать это оружие и испытывать, это непродуктивная работа. Мы обращаемся к ним, чтобы именно данные страны возглавили работу и показали пример. Мемлекет басшысы ядролық қаруды азайту туралы жалпыға ортақ шарт әзірлеу жөніндегі келіссөздерді бастау керектігін алға тартты. Сарапшылардың дені Нұрсұлтан Назарбаев айтқан бұл бастамаларды қолдайтындықтарын жеткізді. Алдағы уақытта ядролық қарусыздануға үлес қосқандардың еңбегі еленбек. Ол үшін арнайы сыйақы тағайындауды ұсынды конференцияға қатысушылар. Бұл бастаманы президент те қолдады. Сыйлық иегерлерінің есімдері қараша айында Астанада өтетін бейбітшілік саммитінде жария етілмек. Айтулы жиында жаһандық тұтастық пен қауіпсіздік мәселелері тағы да сөз талқыға салынады. Бағдат Бектұрғанқызы, Мұхтар Ыбырайым, Эльвира Тағай, Жұмағали Біргебаев, Айдос Меделбеков, 7 күн президент телерадио кешенінің көмегімен.